Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жаратылыстану пәні 4-ші сынып. Сіздермен бірге Сүлейменова Жазира Оңасынқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктерді қалай қорғаймыз. Бүгінгі сабақта біз өсімдікті қорғау жолдарын білеміз, өсімдіктің тіршілік үшін маңызын жүйелейміз, өсімдікті қорғау жолдарын ұсынамыз. Жер бетіндегі тіршілік өсімдіксіз елестету мүмкін бе? Әрине жоқ деп жауап береміз. Себебі біз өзіміздің тіршілігімізді өсімдіксіз елестете алмаймыз. Өсімдік бізге өте көп пайда алып келеді. Бүгінгі сабақта біз осы өсімдіктің маңызын жүйелейміз. Өсімдік күн энергиясын бойына сіңіреді. Фотосинтез үдерісі кезінде күн сәулесі су мен көмір қышқыл газын қоректік зат глюкоза қантқа айналдыратынын білесің. Міне осы қоректік зат өсімдіктің мүшелерінде сақталады. Оны адам мен жануар қорек еткенде осы күн энергиясын қоректік заттарды өз бойына алады. Адам мен жануар өсімдіксіз тыныс ала алмайды. Себебі адамның және жануардың ағзасына қажетті оттегін өсімдік бөліп шығарады. Міне жануар мен адамдар үшін, табиғат үшін өсімдіктің орасан зор маңызы бар. Өсімдіктердің адамға көп пайда келтіретін білеміз. Енді осы келтіретін пайданы жүйелеп өтейік. Сонымен адам өсімдіктерді тамақ өнеркәсібінде, медицина және дәрі-дәрмек өнеркәсібінде, құрылыста, ауыл шаруашылығында, жеңіл өнеркәсіпте, көгалдандыру жұмыстарында пайдаланады. Ал енді өсімдік әлеміне қандай зиян келтіреді? Екі бағанға назар аударайық. Екі бағанда өсімдік әлеміне келтіретін зиян жазылған. Сонымен бірінші бағанды оқиық. Орман өрті, бұршақ соғу, су тасқыны, дауыл, жанартаудың атқылауы, құрғақшылық, зиянкестердің көбеюі. Бұл келетін зиянды бір сөзбен қалай айтуға болады? Бұл табиғат құбылыстардан болатын зиян. Екінші бағанға назар аударайық. Орманды кесу, батпақты құрғату, өндірістік құрылыс, егістіктерді кеңейту, қала салу, өндірістік қалдықтар, пайдалы қазба өндіру. Бұл зиянды табиғатқа кім тигізеді? Бұл адамның шаруашылық іс-әрекетінен болатын зиян. Сонымен біз өсімдікке келетін зиянды екі топқа бөлдік. Осыншама зияннан өсімдіктер қалай қорғанады? Ол өсімдіктер адамның көмегінсіз өздігінен қорғана алмайды. Адам өсімдікті қорғау үшін не істейді? Мемлекеттер табиғатты қорғау туралы заң қабылдайды. Қорық пен қорықшалар ұйымдастыру, ұлттық саябақтар ұйымдастыру, ботаника бақтарында өсімдік түрлерін өсіру, өсімдікті зерттеу, жаңа сорттар шығару, қызыл кітапқа енгізу, табиғатқа зиян тигізгені үшін жаза қолдану. Түрлі зиян келтіретін адамдарды заң бойынша жазалайды. Міне осындай қорғау шараларын орындайды. Күнделікті өмірде кез келген адам өсімдікке қамқорлық көрсете алады. Олар не істейді? Олар бақтағы, бақшадағы өсімдіктерді күтеді, зиян кестерден қорғайды, ағаштардың түбін әктейді, топырағын күтеді, топырағын тыңайтады. Міне осындай іс-әрекетті күнделікті бақылай аламыз. Адамдар табиғи және жасанды өсімдіктер бірлестіктеріндегі өсімдіктерге қамқорлық жасайды. Мысалы, егістікті жинап алған соң егістік орнын демалтады. Қыста қар тоқтатады, бақтарда ағаштарды күтеді, бұталарын кеседі, бақшалардағы өсімдіктердің арам шөбін жұлады. Мінекей адам түрлі әрекеттермен өсімдіктерге қамқорлық жасайды.
Ал сен өзің табиғатқа қамқорлық жасауға қандай үлес қоса аласың? Иә, біз өзіміз табиғат аясында жүргенде қарапайым ережелерді орындауымыз керек. Бұл ережелерді екінің бірі біледі, бірақ орындай бермейді. Сол ережелерді тағы бір айтып өтейік. Өсімдік әлеміне қамқорлық жасау үшін гүлдерді орынсыз жұлуға болмайды, шөпті таптауға болмайды, ағаш пен бұталарды сындырмау керек, қоқыс тастамау керек. Табиғат аясында жаққан отты міндетті түрде өшіріп кету керек. Құс ұясы мен жәндіктерге тиіспеген жөн. Бұл қарапайым ережелерді өзің де үнемі орындап жүруге тырыс. Табиғат біздің қамқорлығымызды күтеді, балалар. Оған түрлі әдістермен көмектесуге, қамқорлық жасауға болады. Сонымен бүгін сабағымыз аяқталды.